Тарихы бай, тамыры терең қазақ елінің тәуелсіздік алғанына биыл 30 жыл. Бұл жыл ұлттың рухын еселеп, жас буынның мерейін өсіретін ерекше жыл болмақ. Егемендік әрбір халықтың құнды қазынасы, баға жетпес байлығы, бабалар аңсаған тәуелсіздік мемлекетіміздің асыл діңгегі, алтын мұрасы. Шежіресі тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тарихи тұлғасымен тығыз байланысты екені баршамызға аян. Дегенмен, егемен еліміздің алар асуы, бағындырар биігі әлі алда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тағы бір мерейлі белестің шыңын айқындай түсті. Ол алғашқы 10 жылдық егемен Қазақстанның өз дербестігін қалыптастыру кезеңі болғандығын, екінші 10 жылдық еліміз тұғырын нықтап, керегесін кеңейтіп, іргесін бекіткендігін, үшінші 10 жылдықта мемлекетіміз шын мәнінде кемеліне келіп, әлемдік саясаттың төріне озғандығын, алдағы 4-ші 10 жылдықта бізді жаңа міндеттер күтіп тұрғандығын. Биылғы жылдың ерекшелігіне арқау болған Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдығы мен ұлы ақын Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойлары және ұлы отан соғысының жеңісіне 75 жыл толуын атап айтпасқа болмас. Әлемді жаулаған індетке қарамастан, еліміз аталған іс-шараларды атқарып қана қоймай, өз міндеттерін дер кезінде тізгінге ала білді. Біздің мақсатымыз ортақ, міндетіміз бір. Білім алушы өркенге өз тәуелсіздігін алу жолдары мен желбіреген көк байрағымыздың астындағы жеткен жетістіктермен таныстыру. Ұлы Абай айтқандай, толық адамның айқын көрінісін сомдау, әр баланың жеке қасиеті мен мақсатын отансүйгіштікке баулу, міндеттерін айқындау, жүзеге асыру. Ілгері дамып, заман талабына сай болып ілесіп келе жатқанда, және де білімді ұрпақты тәрбиелеп отқан осы оқу орындарының орны бөлек. Осыған орай біздің мектебімізде 18 және 28 қаңтар аралығында өтетін руханият және тарих пән бірлестіктерінің 10 күндігіне шақырамыз. Осы 10 күндіктің мақсаты менен жоспарын таныстырып өтсек. Иван Федорович Халипов атындағы номер 1 жалпы білім беретін орта мектебі мемлекеттік коммуналдық мекемесі. Руханият және тарих әдістемелік пән бірлестіктері 10 күндігінің жұмыс жоспары. Тақырыбы тіл мен тарих тамырлас. Өтілетін іс-шаралар 18 қаңтар. Ұлы даланың ұлы тұлғасы Әл-Фарабидің тағылымын өзгеге таныту эстафетасын дайындағандар. Ыбжанова Зинемхан Алдабердиевна, Байыргалиева Гүлсем Асхатовна, Құрмаш Омар, Адилбекова Назигүл Сәрсебековна, Жалғасова Әсел Жалғасқызы. 19 қаңтар. Тағдырлас елдер. Жаңа сабақты 8:40-та Абуова Гүлжахан Ибрагимовна. Қазақстан мүмкіндіктер елі. Аралас сабақты 9:30-да Жалғасова Әсел Жалғасқызы. Махамбет Өтемісұлы. Жаңа сабақты 10:40-та Жалобекова Әсем Батырхановна. Ашу түбі киіз. 13:30-да Омарбекова Мерелім Молдахановна өтеді. 20 қаңтар. Как сформировалась биполярная система мира. Жаңа сабақты 9:35-те Есімбаева Дана Исахановна. Бейімбет Майлин. Шұғаның белгісі. Жаңа сабақты 12:00-де Құрмаш Омар өтеді. 21 қаңтар. Қызықты қазақ тілі әлемі. Интеллектуалды жарыс сабақ 12:00-де Искакова Салтанат Өмірхановна, Жұмабаева Раушан Ермековна, Сазанбай Ақтілеу Жантосқызы өтеді. 22 қаңтар. Участие казахстанцев в Великой Отечественной войне. 10:25-те Абирова Гүлзира Бақтыгалиевна. Сакская царица Тамирис. Жаңа сабақты 14:10-да Үскенбаева Әлия Балкеновна. Моңғол шапқыншылығының салдары. Жаңа сабақты 16:50-де Оразымбетова Жанат Кеңесбековна өтеді. 25 қаңтар.
Түркі империясының мұрагері қайталау сабағын 8:40-та Қалдыбаева Айгүл Даутқұловна. Нәтиже сабақ бекіту сабағын 13:30-да Серікбаева Арайлым Асаналиевна. Қиял мен шындық бірлігі жаңа сабақты 16:50-де Әділбекова Назигүл Сәрсебековна өтеді. 26 қаңтар. Жамал ескіліктің құрбаны. Бекіту сабағын 9:20-да Күлсейітова Әлия Күлікбаевна. Болашақтың мамандықтары. Нәтиже сабақты 14:50-де Саминсариева Маржан Болатовна өтеді. 28 қаңтар. Қыста қалай киінеміз? Жаңа сабақты 14:50-де Тілеулина Аида Талғатовна өтеді. Апталықтың жабылу салтанатын 18:00-де Искакова Салтанат Өмірхановна және Қалдыбаева Айгүл Даутқұловна таныстырады. Назарларыңызға рахмет.